соның бәрін. Ал енді мен бақыт тыңдағаннан кейін мен бір жола эстрада деген жеңіл әуен ғой, халық әуендері деген жеңіл. Эстрада сені тауып алады, сен эстраданы тауып аласың. Ал классика ол мәңгілік. Біздің қазақ әндері, қазақ композиторларының халық әндерінің бәрі өзі біздікінің өзі опера ғой. Сонда мен қайтып келе жатқанда Германиядан Москвада сол бақтың компакт дискі кәдімгі несін үлкен ол кезде пластинка, соны сатып алғанымды білемін. Әлі күнге дейін мен жақсы көремін. Моцартты бақыт тыңдағанда ол адамды бірден емдейді, бірден тыныштандырады дейді ғой, денсаулыққа өте пайдалы дейді. Содан кейін тағы бір айта кетейін деген ұмытып бара жатырмын. Былтыр осы Астанада бір фирма нені тауып алды өздері. Оларға сонда немецкая компания, мұнда бір сельхозоборудование устанавливает, аудармашы керек болды. Аудармашы олардың жаңа мен 20 күнде жүрдім. Олар немістің инженерлер, механиктері. Осы Қазақстанның көп қаласына олар сондай бір оборудование, сондай құрал жабдық орнатты, жаңа аудармашы болып жүрдім. Сонда олармен келісімшартқа отырдым. Олар күніне маған $100 төлеп тұрды ақша. Одан кейін тағы келеміз деген келіп келдім мен жоқ па білмеймін. Сонда оларға мен Қостанайда болды, көп қалаларда болды немістер. Немістер тіл білген оларға керемет, олар мұн жақта келгенде здравствуйте деп акцент айтады, сосын девушка деп никак сөз біледі. Басқа ештеңе білмейді. Мен тіпті туалетке дейін сөз жіберемін, олар менен айырылмайды. Магазинге кіреміз, мен айтамын, қолда ақшам береді, мынаны дейді. Өйткені олар тіл білмеген адам өте қиын. Мысалы, Германияға барғанда, мысалы, біз 36 адамның 12-сі біз неміс тілін меңгердік дедім ғой. Сонда олар магазинге барғанда да олар мынау сақауыз сияқты жүреді ғой, тіл жоқ. Не істерін білмейді. Ана ұндайды, оны андай ұқпайды. Мысалы, сапасы қандай, бағасы қандай, размері оның бәрі. Содан кетті бізде жаңағы экскурсия болдыңыз, дейтіміз бізде әрі жаңа соңымызға бір 4-5 адамнан қосып берді. Магазинге кіргенде, мыналардың енді аудармашы болып жүріңдер деп. Сосын бізден аударып жүреміз. Осылайда бір сағаттан кейін шығыңдар, одан кейін аударасыңдар деп. Енді қараймыз, әгерлер біраз күнде олар сумкасын толтырыпты, біз іштен алып жүре алмаппыз. Сосын бір күні біз 3 қыз бітіріп барған, біз Лейпциг қаласына барғанда таңертең тұрып өзіміз кетіп қалдық. Біз қаланың басынан аяғына дейін өзіміз аралап түстік. Сонда немістер біздің немісше сөйлегенімізге керемет таң қалды. Сендер қай елденсіңдер? Сонда олар Абайды біледі екен. Бұл Абайдың елі Истас Дасланчес Абай деп осылай керемет таң қалады. Сендер қайдан оқығансыңдар деп керемет таң қалды бізге. Сонда бізде сенің сол тілде, өздерің ана тілінде еркін сөйлеп тұрғанын білсең, олар саған керемет құрметпен қарайды. Керемет. Сондай бір сыйластықпен қарайды. Және олардың географиясын, әдебиетін, мәдениетін, тарихын біліп тұрғандығыңды білдірсең, олардың алдында сен тіпті енді мерейің үстем болады дейді ғой. Сосын бір сөз бар ғой, бір тілді білетін адам, бір мәдениетті адам, екі тілді білетін адам, екі мәдениетті адам, үш тілді білетін адам, үш мәдениетті адам деп. Жалпы әлемдік классика мәдениетті классикамен сусындауда қай шығарман болмасын сол тілде оқуға қол жеткізсеңдер, одан алатын әсерлерің керемет болып тұр.